Саламатсыздар ма, қадірлі көрермендер, назарларыңызда Жан Сарай бағдарламасы, сіздермен бірге Гүлжайнар Қайымқызы. Бүгінгі біздің жексенбілік хабарымыз Қазақстанға өзінің тамаша би өнерін насихаттап жүрген жас ұжым Алтын Бүбі би ансамблі және оның жетекшісі Алтын Бүбі Омарбекова туралы әңгімелейтін боламыз. Өтпелі кезеңдегі өнердің кенжелегеніне қарамастан, қиындықпен бетпе-бет келіп, өзінің би өнерін дамытуға күш салған Алтын Бүбі би ансамблі туралы толығырақ білгілеріңіз келсе, Жан Сарай бағдарламасымен бірге болыңыздар. Өнерді оңай деп айтуға болмайды, себебі оңай емес билеу. Елдер қарағанда оңай деп ойлайды, бұл еңбек өте қиын, еңбектеніп билеу керек, елдің көңілінен шығу керек. Мен 5 жастан билеймін, кішкентай кезінен. Осы ансамбльда 1,5 жыл істеймін. Өте ұнайды. Сендер көшеде келе жатқанда, ой, мына біздің биші қыздар келе жатыр деп тани ма көрермендер? Болады солай. Біздің ана шарымыз бар. Қанша рет қайқада бармаса, оған сен білейсіз, соң кейін сіз алтын биде істейсіз, солай дейді, таниды. Болады. Сендер қуанасыңдар ма сол кезде, танып атқан кезде? Әрине. 98 жылы сіз Алтын Бүбі би ансамблін дүниеге әкелдіңіз. Ондағы мақсатыңыз не? Би өнерін тек қана жақсы көтеріп, отанымызда жас бишілер көп болсын. Би өнері Қазақстанды бүкіл жерлерге барып көрсетсін, қандай бізде қазақтың билері бар, неше түрлі ұлттың билері бар деген сондай мақсатыма жеткім келеді. Жалпы сіз өзіңіз Гүлдер мемлекеттік ансамблінде 29 жыл табан серпей қызмет етіпсіз. Жалпы мемлекеттік ансамбльде қызмет еткен жылдармен бүгінгі күндерді салыстыра аласыз ба? Қай кез сіз үшін ең қызықты және ең қиын? Ең қызықты кезім Гүлдерде болған. 17 жасымнан келіп, бірінші осы үлкен сахнаға шығып, Гүлдердің мемлекеттік үлкен ансамбльмен бірге шетелге шығып, үлкен сапармен жүрген өте қызық менің жылдарым. Қазіргі жылдарым маған өте қиын болып тұр бір жағынан. Тіршілік ету қалай? Кім сіздерді демеушілікке алып отыр? Кім сіздерді қаржыландырып отыр? Бүгін қаржыландырып отырған адам жоқ. Осы акиматтың, Жетісу ауданының акиматынан кішкентай зал істеп, 1-2 бөлім беріп, әкімге үлкен рахмет айтқым келеді. Сол кісінің арқасында осы жерде өзім жас коллективім
жұмыс істеп тырысып жатыр. Мен ойлаймын, енді үлкен біздің мемлекетте жүрген адамдар көріп, арманымызға осылай бізді көтеріп, осындай бізде жас коллектив бар екен, көмек берейік. Сондай арманым бар, мен ойлаймын, соған жетем. Жалпы сіз өзіңіз осыдан 3 жыл бұрын мінекей жеке ұжым құрдыңыз, үлкен мақсатыңызды бірте-бірте орындап келе жатырсыз. Ал енді жас ұжымда қыздар, мына биші қыздарымыз қалай таңдалып алынады? Оларға үлкен байқау өткізілетін шығар, және олардың жас аралығы қаншада? Жастары 18-25 сондай жасқа жетеді. Мен өзім гүлдерден шықтым ғой. Өзіңіз білесіз, қандай бірінші жылдарда, 80-ші жылы, 78-ші жылдарда гүлдер жарқырап жүргенде қандай әдемі қыздар билеп жүрді. Бүгін де мен өзім сол жерден шықтым ғой. Өзім коллективіме жас талантты қыздар, әдемі қыздар, сүйкімді, сондай бишілерді таңдап алам. Сахнаға әдемі болып, әдемі сұлу қыздарымыз шыққаны үшін, ол деген көрерменге әдемілеп билеп берген үшін, әрине оның мына билеу шеберлігі ғана емес, оның мына киімдері де, әшекейлі тамаша бұйымдары да көзге түседі ғой. Киім-кешектерді сіздер қалай дайындайсыздар? Енді ойлап, қай жерден кішкене анда-сонда тойларға барып, кішкентай ақша табамыз, соның жартысын қыздарға берем, жартысын өзім сақтап, ойлап, мына биге мынандай костюм керек, ана биге мынандай бас киім керек, аяқ киім керек деп, сөйтіп өзім экономист болып кеттім, экономить етіп, сөйтіп арзан-арзан ателье тауып, арзан-арзан үйде қол тігуші мастерларды тауып, сөйтіп тігем костюмдер. Эскиздарын өзімді ойлап, бұрын ондайды білмеген жоқпын, билеп жүрдім тек қана 29 жыл. Қазір енді бас киім қалай нету керек, костюмді қалай тігу керек, сондай қандай свет болу керек, қандай биге, қандай балетмейстерді шақыру керек деп, сондай оймен енді бәріміз бірге, коллектив бірге, бәріміз сондай шешіп жүрміз. Жалпы мен байқап тұрмын, сіздердің негізгі қаржыландыратындарыңыз бұл тойдан түскен қаражат. Егер той болмаса, онда сіздердің мына күн көрулеріңіз де қиындап кететін шығар. Той болмаса, енді күндер болмайды, енді жақсы күндер. Бүгін тойға ғана, тойдан қаражатымызды алып, осылай жүрміз. Той істеген адамдарға үлкен рахмет. Өнерде жүрген азаматтар, осы жас коллектив бар екен, осыларды бір қолдасақ деген бір мейірімі түскен кездер болды ма сіздерге? Өздері сол кісілердің шапағаты тие ма? Ол кісілерге мен үлкен рахмет айтқым келеді, что жастығымызға қарамай үлкен жақсы концерттерге, үлкен сахнада, мына дворец сарайында болған концерттарға шақырады. Сосын біздің атақты әншілеріміз өздерінің тойларына, творческий вечерларында шақырғанда біз көрінеміз. Мен ойлаймын, осылай бізді көріп, ана творческий вечерда, үлкен концерттарда правительственный көрсе, сосын ол кісілер енді көріп айтады ғой, енді осы жас коллективға көмек берейік, осы жас коллектив қалай енді өмір сүріп жатыр деп ойламады, мен ойлаймын. Өздеріңізді мына халықаралық байқауларға, фестивальдерге қатынасуға шақырды ма, және оларға барып, қатысып, жүлделі орын алуға мүмкіндіктер болды ма, әлде тек қана Қазақстанның аумағында жүрсіздер ма? Сондай мүмкіндіктер көп болды, халықаралық конкурстарға шақырды, жолдары қымбат болды. Сосын өзім ойлап, жас қыздардың стимулдары болсын, осы өнерден кетпесін деп оймен бір 2000 жылда біздің өзіміздің жанымыздағы Қырғызстан Республикасының конкурсына шақырды. Сонда енді жолымыз жеңіл болды, жақында деп өзім жиналып, қыздарымды алып бардық. Үлкен рахмет, республикаға бірінші орын алып келдік. Ол жерде Өзбекистан, Таджикистан, Туркмения халықаралық әртістер болды. Солардың ішінде бізді Қазақстанды өте жақсы қабылдады. Соған үлкен рахмет. Бұл сонда сіздердің мына жас ұжымды құрғаннан кейінгі алып отырған ең алғашқы жүлделеріңіз ғой? Ең алғашқы жүлделеріміз. Сосын Алмалы ауданы Алмалы фестивалін өткізгенде біз де сол жерде лауреат болдық. Сіздердің осы ұжымда бидің бірнеше түрі бар.
және жалпы саны қанша ол билердің, және оларды меңгеру, оны үйрену қиындыққа соқпай ма? Бүгін бізде 16 би бар программа. Мен ойлаймын, осы бірінші программа неге осындай халықаралық билер, біздің отанымызда неше түрлі ел тұрады. Мен ойладым, мына жастардың патриотизмі болсын деп. Кейбір кезде айтамыз, жастардың қазіргі патриотизмі аз деп. Сондай өзіміз кішкентай жұмыс істеп келе жатырмыз. Не только би өнерін, осындай да жұмыс істейміз. Патриот болыңдар деп, өзін өнерінде тептемей, осылай кішкене қиыншылық өтеді, жақсы өмір келеді, осылай тырысып істей беріңдер деп үлкен қыздарыма ақыл айтып отырам. Жас ұжыммен жұмыс істеу өзіңізге оңай ма, әлде қиын ба? Мен өзім өте жақсы көрем би өнерін. Өзім қыздарымды өте жақсы көрем. Одардың арқасында қазір міне атымда шығып жатыр. 29 жыл істеп, үлкен мемлекеттік гүлдер ансамблінде жүргенде бұлай атымда шыққан жоқ. Қазір қыздарыма үлкен рахмет айтқым келеді. Солардың арқасында бүгін міне Алтын би ансамбль деген кішкентай балалар да біледі. Анда сонда кішкентай балалардың аналары солай звондап, бізді іздеп, мені тауып айтып келеді. Кішкентай балалардың ансамблін ашыңыз деп. Сондай да болады жағдай. Қазір кішкентай қиыншылықтар көп, өзіміздің де залымыз жоқ, үлкен зал осы. Кішкентай залда өнер істеп жатқанға қыздарыма үлкен рахмет айтам. Гүлдер мемлекеттік ансамблінде қызмет еткен кезде ең негізін қалаған енді бірден бір өзіңіз тұлға болдыңыз ғой. Ал енді сол коллективте істеген қанша қыз едіңіздер, және ол қыздардың барлығы бір өзіңіз сияқты өнер ошағын ұстап жүр ме, әлде жан-жаққа бытырап кетті ме? Олардан не хабарыңыз бар? Қыздармен анда-сонда кездесеміз. Бірінші гүлдерді бастаған 6 қыз болды. Бүгін өнермен жүрген сол 6 қыздың ішінде мен, тағы 2 қыздар бар, балалар ансамблін құрып, біреу Қарағандыда, Светлана Сариева деген қызымыз. Басқалары енді жасымыз келіп қалды, пенсияда, немередерін қарап отыр. Менің де 2 немерем бар, менің қолым тимейді. Мен өнерсіз өмір сүре алмаймын. Сөйтіп жасқа қарамай ойлаймын, что осы отанымыздың искусство жағын, культура жағынан кішкентай адам болсақ та өзіміздің лептамызды кіргізіп, осылай би өнері жарқырап кетсін, басқа жерлерге шыққанда айтсын, осы Қазақстан билері, қыздары қандай әдемі екен.
не только экономика жағынан, рыночный жағынан дегендей, политика жағынан, өнер жағы бүгін жарқыраса, мен өте қуанышты болайым. Жалпы сіз енді айтып жатырсыз ғой, өнерсіз өмір сүре алмаймын деп. Ал енді қанша дегенмен де қиналып, қиындық көріп кетсеңіз, мүмкін өнер тастап басқа салаға кетіп қаларсыз. Ондай ойыңыз жоқ па? Анда сонда қиын болғанда сондай ой болады. Басқа апалар сықылды, немерелерімді қарап, балаларыма көмек берейін деп сондай ой болады. 1-2 күн. Сосын қыздарымды ойлап, фотографиясын қарап, музыканы тыңдап, ойлаймын, жоқ, өмірсіз жасым, өнерсіз өмір сүре алмаймын. Ал енді жаңылмасам, сіз енді өзіңіз тәуелсіздіктің 10 жылдығына бір өздеріңіздің тырнақалды дүниелеріңізді көпшілікке көрсетейін деп талаптанып жатырсыздар. Осы концерттің бағдарламасы туралы айтсаңыз, кімдер қатынасады, жалпы бұл концерт не үшін болады, кім үшін болады? 10 жылдық отанымызға болады, 3 жыл өзіміздің коллективқа болады. Бізді енді ешкімнен қалмай, осылай өнер жағын көрсетіп, жас коллективтің өнерін көрсетіп, сондай оймен, осындай сапармен әкімшілікке шықтым. Тойымызға, концертімізға, бірінші творческий вечерімізға көмек беріп жатқан әкімшілік, қаланың әкімшілігі, әкімшілік Жетісудың ауданына, и біздің әншілеріміз, атақты әншілеріміз. Сізге өзі Гүлдер ансамблінде жүргенде мемлекеттік дәрежеде атақтар берілді ме, және өзіңіз қандай бір атақтың иесісіз ба? Жақсы көресіз бе атақ алғанды? Атақ алғанды бәр адам жақсы көреді. Болашақта қалады, кішкене адамның өзін стимулын деген көтереді. Атағым жоқ. Неге ондай өзім жүгіріп, сұрап, ондайым жоқ. Мен ойлаймын, енді біздің мемлекеттік бар, культураның мемлекеттік өнер адамды көретін адамдар бар, өздері біледі. Жаңылмасақ, осы Қытайдан келген қандасымыз Шұғыла Сапарғалиқызының да сізбен қарым-қатынасы өте тамаша көрінеді. Ол кісімен сіздің байланыстарыңыз қалай және қашан басталды? Шұғыла екеуміз үлкен жолдаспыз. Мен өте қуаныштымын, осы өзіміздің отанымызға ана жақта алыстан, осы Пекиннен келген әдемі, сүйкімді, тазашылығымен келген осы жас қызымызға мен үлкен рахмет айтам. Осы би өнерін көтеріп, жастарға өзінің талантын көрсетіп, көмек беріп, қазақтың биін алғастыра берсе, мен ойлаймын, өте жақсы болады. Ол кісі мен биыл көктемде концерт беретін кезде өзі іздеп келген. Бірден ол кісі солай, енді өнер адам болғаннан кейін бірден сырласа кетеміз. Ол кісі осындай концерт бергелі жатыр екенсің, мен сені естігемін деп танысайын деп өзі келіп солай не қылған, өте қатты ұнады. Сосын мен бірнеше концерттерімде де мен ол кісіні шақырып, ол кісі көмек беріп, бірге қасымда үлкен апай ретінде, жаңағыдай продюсер ретінде жүріп, осылай көмектесіп, осылай араласып кеттік. Енді ол кісінің әзір мына концерт беремін деп жатыр. Өте мен
қолдаймын, ол кісінің еңбегіне нұр жаусын деймін. Концертін ары қарай жақсы осындай бірде осындай ансамбльдер көбейе берсін, бишілердің немесі дәрежесі жоғарылап өсе берсін. Не ойлайсыз осы жас ұжымды көтеру үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Россиядан ана жол келіп кетті, міне Моисеев ансамблі, сол 30-50 адам шыққанда, сондай керемет үлкен сахнаға осындай қазақ елін, қазақ мемлекетін, қазақ биін көтеру үшін бір 30-40 әдемі қыздар керек. Сондай арманым бар, сондайға жетсем, ойлаймын, өзім арманыма мақтанышым, осы өзімнің коллективім сөйтіп көтеріп өсе береді.